Сәлематсыңдар ма, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын мына ребусты шешу арқылы анықтайық. Олай болса, ребусты шешуге кірісейік, балалар. Мұқият шешуге тырысайық. Жарай ма, балалар? Жарайсыңдар, балалар. Тамаша. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы етістіктің шақтары деп аталады екен. Ал енді балалар, осы етістік туралы не білеміз? Кәне еске түсірейікші. Жарайсыңдар, балалар. Тамаша. Етістік заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табы екен. Етістік не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді екен. Ал етістіктің шақтары туралы білу үшін балалар, келесі видеоға назар аударып, мұқият тыңдайық. Алан аға, сіз ылғи осы дәптерге не жазып отырасыз? Болма? Бұл күнделік. Қойыңызшы, күнделік ондай болмайды. Міне, мынадай болады. Иә, ол оқушы күнделігі. Онда сабақ кестесі, үй тапсырмасы, алған бағалар жазылады. Мынау да күнделік. Мұнда адам өзі істеген ісіне есеп береді. Алдағы ісін жоспарлайды. Ол не үшін керек? Біріншіден, өзіңді тәрбиелеуге. Екіншіден, уақытты тиімді пайдалануға. Үшіншіден, жазып үйренуге. Сонда қалай? Қара, мен саған түсіндірейін. Күнделікті әркім әртүрлі жазады. Мен мынадай кестеге 3 жаққа бөліп жазғанды ұнатам. 3 жаққа? Шақ – уақыт деген сөз. Адам әрекеті істеген уақытына сәйкес 3 жақта айтылады. Қазірге дейін, қазір және бұдан кейінгі уақыт па? Иә, дұрыс. Оларды өткен шақ, осы шақ, келер шақ деп атайды. Түсіндім. Мына жерде бұған дейін орындалған әрекеттер өткен шақта жазылған. Мектепте сабақта болдым. Ағылшын тілінен қосымша сабаққа қатыстым. Бассейнде жүздім. Мына қатарда дәл қазір не істеп жатқаным осы шақта жазылған. Қазір математикадан есеп шығарып жатырмын. Ал мына бағанда енді не істейтінім, яғни келер шақтағы әрекеттерім жоспарланған. Ертең кешке Викимен қыдырам. 2 күннен кейін Болатпен шахмат ойнайым. Демалыста данаға балықтар жайлайтып берем. Сіз осының бәріне қалай үлгересіз? Мен сабаққа дайындалсам, ойынға, ойнасам, сабаққа дайындалуға уақыт жеткізе алмаймын. Маған етістіктің шақтары көмектесті. Күнделік жазу маған әрі өзіме есеп беруді, әрі уақытымды жоспарлауды үйретті. Осылай істесең, уақытты бәріне жеткізуге болады. Алақай, енді мен де солай істеймін. Қайталайық. Сонымен балалар, етістіктің 3 шағы болады екен. Осы шақ етістіктері іс-әрекеттің қазір болып жатқанын білдіреді. Мысалы, Маржан хат жазып отыр. Өткен шақ етістіктері іс-әрекеттің бұрын болғанын білдіреді. Мысалы, мен жазда Алматыға бардым. Келер шақ етістіктері іс-әрекеттің алдағы уақытта болатынын білдіреді. Мысалы, Айжан ертең ауылға барады. Енді балалар, мына тапсырманы орындайық. Берілген мәтінді оқып, мәтіндегі етістіктердің қай шақта тұрғанын табайық.
станция ауылдан 20 шақырым жерде. Пойыз сағат 5-те жүреді. Әділ станцияға 2-ші автобуспен келді. Ол 3-ші курс студенті. Жазғы демалыстан соң оқуға бара жатыр. Жарайсыңдар балалар. Пойыз сағат 5-те жүреді сөйлеміндегі жүреді етістігі не істейді деген сұраққа жауап беріп, келер шақ болып тұр екен, балалар. Келесі, Әділ станцияға 2-ші автобуспен келді. Не істеді деген сұраққа жауап беріп, өткен шақ болып тұр екен. Жазғы демалыстан соң оқуға бара жатыр деген сөйлемде бара жатыр етістігі не істеп жатыр деген сұраққа жауап беріп, осы шақ болып тұр екен. Жарайсыңдар балалар. Енді Learning Apps платформасына өтіп, берілген тапсырмаларды орындайық. Тарап жатыр етістігі беріліп тұр екен, балалар. Қай шақта екен? Осы шақта. Жарайсыңдар. Келесі келген. Сұрақ қояқшы. Не істеген? Келген. Қай шақта деп ойлайсыңдар? Тамаша, өткен шақта. Сұраймын. Не істеймін? Сұраймын. Қай шақта? Келер шақта екен. Ойнаймын. Не істеймін? Ойнаймын. Қай шақта? Келер шақта. Тамаша, келер. Сұрақ қояйық. Не істер? Келер. Келер шақта. Әкелген. Не істеген? Әкелген. Өткен шақта. Ұялып тұр. Не істеп тұр? Ұялып тұр. Қай шақта? Дұрыс айтасыңдар. Осы шақта. Келесі. Көрермін. Не істермін? Көрермін. Қай шақта, балалар? Келер шақта. Сыпырып тұр. Не істеп тұр? Сыпырып тұр. Қай шақта? Осы шақта. Тамаша. Жинап жатыр. Не істеп жатыр? Жинап жатыр. Қай шақта? Осы шақта. Жазып тұр. Не істеп тұр? Жазып тұр. Осы шақта екен. Келесі. Сұратқан. Не істеген? Сұратқан. Өткен шақта. Оқып жатыр. Не істеп жатыр? Осы шақта. Әкелермін. Не істермін? Келер шақта. Жұмған. Не істеген? Жұмған. Өткен шақта. Жарайсыңдар. Жаққан. Не істеген? Жаққан. Өткен шақта. Есте сақтармын. Не істермін? Келер шақта. Тамаша. Құраған. Не істеген? Құраған. Қай шақта? Өткен шақта. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, тексерейік. Тапсырманы дұрыс орындадық па? Тамаша балалар, тапсырманы дұрыс орындаған екенбіз. Келесі кездескенше сау болыңыз.